Мен бүгін күж істемекшімін. Кастролға суды құйып, қазір қоямын қайнаға. Күріштің таспасы, шөп болса алып, тазалап, жуып, бір-екі қайтара, үш қайтара салатын боламын. Міне, көп болмаса да әйтеуір біреу жарым болады шөпі. Тазалап алдым. Міне достар, күрішті салғаннан кейін шамалы басылып қалады. Мен қозғап тұрып қайнаттым. Енді астын пәсейтеміз. Енді міне сухой молоконы алып, жылы суға қою қылып қазір езетін боламын. Міне өстіп жаймен қайнап жатқан кезде пісуге жақын қалды. Енді үстіне азғантай сармай салып жібереміз. Сұйық май болса да болады. Күріш бір-біріне жабыспай, әдемі тарам-тарам болып пісуі үшін. Енді міне жаңағы молокомды қараңыздар. Қою қылып мен ездім. Қазір осыны құятын боламын. Жаңа салған сармайымыз еріп, араластырып қазір сүтті құятын боламыз. Сковородкаға сармайды салып, майдалап турап алған жуан саламыз үстіне. Әбден қызартып қуырамыз. Мына қараңыздар қандай әдемі болды. Үстіне азғантай тұз салып жатырмын. Көп емес. Сөйтіп астын өшіреміз. Естінің қарай әдемі болып шығып жатыр. Енді мына қашымызға жаңағы сүтімізді құямыз. Дәл өзі таяр болып қалған кезде тұзымызды салып араластырамыз. Бәрін араластырып 5 минут қоя тұрамыз. Қақпағын жауып